Бұл жерде енді мағынасы көп бұл сериалдың. Негізі осы қазіргі жастарды бұл сериал кішкене қазақилыққа шақырады деген ойдамын негізі. Өйткені мына зергерлік, сосын Алия деген кейіпкер бар, ол дизайнер қыз, ол да киімдерін тіккенде андай кішкене қазақи құндылықтарымызды кішкене дәріптейтіндей. Тәрбиелік мәні зор деп ойлаймын мұның. Негізі басты махаббат тақырыбында, махаббат қозғалады. Махаббат тақырыбы да ол жерде қозғалады, достық та қозғалады. Енді жаман кейіпкер деп жатыр ғой, соның барлығын қайтадан дұрыс жолға түсіретіндей бір соңғы нелер бар. Атадан балаға келе жатқан қолөнер, зергерлік, соны кішкене дәріптеп, осыны мүмкін көріп, бір балалар қарап, мен зергер болам ба деген сияқты ой тастайды дейсіз. Яғни осы бір қалай айтсақ болады, қолөнерге, яғни көзі қарақты көрерменнің қарап отырған жандардың бір махаббаты ояну мүмкін дейсіздер ғой? Негізі былай, отбасының ішіндегі махаббаттың құндылығы осы телехикаяда айтады. Жалпы ол өзіңнің сүйген жарыңа махаббат, бала шағаңа, отбасыңа, жаңағы зергерлік өзің ісіңе де махаббат, досыңа деген махаббат барлығын қозғайтын болып тұр.